Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, әдемі болып шығатын сүзбелі қамырдан жасалатын рогаликтер дайындап көрсетемін. Ортасына қалауыңыз бойынша варенка немесе тосап қоссаңыздар болады. Ендеше менімен бірге соңына дейін болып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сүзбемізге жұмсақ сары май қосамыз да, осылай араластырып, шанышқының көмегімен езетін боламыз. Содан соң қантымызды саламыз, оны да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызға қопсытқышымызды қосып, осы ыдыстың ішінде жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі. Ұнымызды ең бастысы бірден салмаймыз, кішкене-кішкенеден салып отырып елейміз, оны артылып қалуы мүмкін. Қамырының құрамына мен 400 грамм деп ұн жаздым. Бірақ артып қалуы мүмкін, аз-аздан салып отырып, қолымызбен қамыр елейміз. Құрамына қажет заттың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Достар, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да кереметтей оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп, дөңгелектеп аламыз. Дөңгелетіп алған қамырымызды алып, үстінен ұн сеуіп отырып, шаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен 1-2 мм болуы тиіс. Ал енді осыны біз бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Мен салмасын салып алдым, мен салмасына варенка қолдандым. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша тосап, қант сепсеңіздер де болады. Немесе ештеңе салмай, дымсыз пісірсеңіздер де болады. Өйткені біздің қамырымыз сүзбеден дайындалған, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Рогаликтерімізді орналастырып алған соң, бір жұмыртқаның сарысымен 1 шай қасық сүт қосып, жұмыртқамыздың үстін жағып шығамыз, яғни майлап шығамыз. Бұл тек қана қызарту үшін. Енді үстінен кішкене ғана қант сепсеңіздер де болады, бірақ бұл міндетті емес. Бір жағынан әдемілік үшін, бір жағынан тәтті дәм беру үшін. Енді рогаликтерімізді міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне рогаликтеріміз дайын болды. Бетін әсемдігі үшін және дәм беру үшін қант ұнтағымен себемін. Рогаликтер деген керемет болып шықты, өте дәмді, жұп-жұмсақ. Қазір ортасын көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.